пен пышақ. Күз мезгілі еді. Аула тып-тыныш. Ауладағы орақ пен пышақ дос болыпты. Екеу үйдегі барлық жұмыстарды тындырып жүріпті. Осылай аянбай еңбек еткен орақ пен пышақ өздерінің келбеттері қалай өзгергендерін байқамай қалыпты. Істелген көп жұмыстан орақ пен пышақтың өткір жалтыраған жүздері кетіп, үй шаруаларына жарамай қалады. Шөп кесуге, ас әзірлеуге шамалары келмей құлап түседі. Орақ пен пышақ ақылдасып, үй шаруасы мен аула шаруасына орындарымен ауысады. Орақ үйге ас пісіруге, пышақ бақ ішіндегі шаруасын жасауға келседі. Сонда да ойлаған ойларын іске асыра алмайды. Орақ пен пышақ кездесіп, өздерінің бұл істеріне дайын емес екенін айтып, мұндарын шығарады. Екеу қатты абыржып, көңілдері қатты түсіп отырғанда қайрақты көреді. Екеуінің мұнын естіген қайрақ орақ пен пышақты қайрап жалтырайды. Келбеттеріне мәз болған орақ пен пышақ бір-біріне қарап, өздерінің көріп қуанышқа бөленеді. Екеуі аула мен үй ішіндегі шаруасын жалғастыра береді. Қайрақ болса оларға дере кезде көмек беруге әзір екенін айтып, достықтары мәңгілікке жалғасады.